Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерменен өте дәмді, осындай жұп-жұмсақ болып шығатын панкейки әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментариймен қолдап отырсаңыздар болады. Және де рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге ұн, айран, сода, 2 жұмыртқа, қант, сұйық май және де разрыхлитель, ванильный сахар қажет болады. Мөлшерлерін мен төменде описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен айранымызға соданы салып, жақсылап араластырып, 10 минут шамамен уақытқа қойып қоямыз, яғни реакция жүріп, айранымыз көтерілу қажет. Ендігі кезекте 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қант және де қант ұнтағы, яғни ванильный сахарды салып, жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне айранымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды да құйып араластырамыз. Ұнымызбен разрыхлительді жақсылап араластырып, оны жаңағы сұйық массамызға салып, оны да жақсылап түйіршіктері кеткенше араластыратын боламыз. Мінекей біздің массамыз осындай сұйықтықта болуы қажет, қатты қоюда емес, қатты сұйықта болмауы қажет. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға осы массамыздан 2 қасықтан құйып, жайып аламыз және де 2 жағын қызартып отырып пісіреміз. Тағы бір ескере кететін жағдай, панкейктерімізді пісіріп жатқан кезде, осылай көпіршектене бастаған кезде беттері екінші жағына қарай аударып пісіретін боламыз. Мінекей біздің нәп-нәзік, өте әдемі және де ең бастысы дәмді болып шығатын панкейктеріміз дайын болды. Міндетті түрде балапандарыңызға жасап беріңіздер, оларға ұнайтынына сенімдімін. Достар, сіздерге осы рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ол мен үшін өте маңызды, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Асем, келесі видео рецептте жүздескенше. Сау болыңыздар.